мәселесі өз алдына бәрін қарасақ, әлемнің әртүрлі жерінде соғыс өршіп тұр. Бұл қазіргі реалдық. Оқшаулану, Ресейдің оқшаулануы. Біздің негізгі сауда серіктесіміз болып табылатын Ресей қазір әлемнен оқшауланып бара жатыр. Жабық мемлекет болып, ақырында өзінің дамуында үлкен тежегішке тап болып, артқа қарай кетіп бара жатқан жағдайда, және де Қытай дәуірі қазір ол туралы айтатын болады. Елімізде не болып жатыр? Жаңа үкімет келді, жаңа премьер деп айтайық, енді толық жаңа үкімет деп айтамаймыз, тек қана премьер ауысты, және кейбір министрліктер ауысты, және де жаңа бағдарлама қабылданды 2029 жылға дейін. Ол уақытқа дейін президентіміз Тоқаев отырады, және сол уақытқа дейін өзінің межесіне арнап жаңа бағдарлама қабылдады. Қаржы саясаты, өткенде президент те өзінің соңғы жолдауында қаржы саясатына қатты басымдық берген болатын, сәл кейінірек ол туралы айтқан. Неге қазір қымбат ақша дәуірі? Себебі негізінен Американың орталық банкі бар, федералды резервтер жүйесі, олар доллардың 40% мөлшерлемесін қойып отырады. Егер де олар 40% мөлшермен көтеретін болса, онда доллар әлемде құны артады. Өзге елдің валюталары оған қатысты сәл құнсызданып тұрады. Кейбір елдерде қатты құнсызданып тұрады. Егер осы жағдайға қарайтын болсаңыздар, мінекей соңғы 5 жылдықта ковидтің кезінде қатты түсірген болатын ФРС өте көп триллиондаған долларларды шығарып әлемге шығарды, және де өте арзан ақшаны тарқатқан болады. Ол ақша бүкіл әлемге кетті, соның салдарынан ақшаның массасы көп, ол инфляцияны туғызды. Американың өзінде доллардың өзі 5%-ның үстінде құнсызданды. Тіпті сіз жинағыңыз доллармен ұстасаңыздар, әлемдік дәрежеде сіздің жинағыңыз құнсызданып бар. Кейінгі уақыттарда қарасаңыз, ФРС көтерді пайызды. Доллар құны өте жоғары. Доллармен несие алуда Америкада 1-2% ипотекалық несие деген арман болып кетті. Ол да 5%-ның үстіне шықты. Демек, бұның барлығы арзан ақша дәуірі аяқталып, қымбат ақша пайда болды. Біреуден доллармен несие алып көріңізші, әсіресе кәсіпкерлер. Кәдімгідей үлкен пайыздармен береді, өйткені ешкім сізге арзан долларларды беруге дайын емес, өйткені Американың өзі долларды қымбат бағада береді. Әлем қазір солай, бірақ соңғы тенденцияны қарасаңыздар, сол ФРС-тің басшысы Джером Пауэлл деген кісі бар, ол кісі бәрі қаржыгерлер әлемде қарап отырады. Сонда қарасаңыздар, мінекей енді ғана кішкене төмендеді. Ол 50 байыздық пункт дейді, 0,5%-ға. Бірақ оның өзі үлкен төмендеу. Яғни енді ақырында доллар құнын түсіре бастайды деген сөз. Енді кеттік әрі қарай. Реалды жағдай, жаңа айттық, әлемде не болып жатқан? Қандай жағдайлар? Бизнестің траекториясы өзгерді, бизнестің бағыттары өзгерді. Кім логистикамен айналысады, логистикалық тізбектер өзгерді. Жаңа заңдар қабылданды. Бұның барлығы келіп жатқан Қазақстанға жетіп жатқан тауарлардың бағасы қымбаттады. Оның барлығы біздің халқымыздың салтатына салмақ болып тұрған жағдай бар. Қаншалықты біздің халқымыз қабілетті сондай қымбаттау төлемге дайын төлеп, соның рөлінде қолдануда. Міне қазіргі реалды жағдай осындай. Және де Қытай дәуірі. Бұны бекер айтқым келмейді. Қытайды бұрында біз ойлайтынбыз, арзан тауарлар шығаратын, сапасыз тауарлар шығаратын ел дегендей. Бірақ та соңғы жылдарда Қытайдың өзгерісіне қарасаңыз, тіпті көлік жасау индустриясында да үлкен заводтардың қазір Германияның да автоөндірісін алып жатқан жағдайы бар. Volkswagen қазір жабылудың алдында тұрмыз деп те қазір шындап отыр. Демек, әлемде үлкен өзгерістер болды, Қытай өзінің мүлдем басқа позицияда көрсете бастады. Бізде енді тағы да жаңа үкімет туралы енді айтып отыратын болсақ, Бекенов мырзаға енді логикалық тұрда бұл кісінің не үшін келгенін түсінікті. Ол кісі сыбайлас жемқорлық бағытында жұмыс жасағанда, енді елімізде жүйеде үлкен бір проблемалар бар, соның қамырына балта шабу мақсатында келді деп түсінеміз. Енді ол қаншалықты бұл кісінің қолына келіп жатыр. Неге мен өйтіп проблемалар бар деп айтам? Мынау алдарыңыздағы график 30 жылда Қазақстан елі қалай дамыды соны көрсетеді. Сонда қарасаңыздар, мынау қызыл нүктеде, мынау көк нүктеде қалай дамыды, қай жылдарда біз жақсы өсім болды, қай жылдарда төмендеді. Сонда 2007 жылға дейін қарасаңыздар, бізде үнемі өсім болғанда экономикамызда. Өте дұрыс бағытта келе жатқанбыз, Қазақстан дамып жатқан. Ал енді 2007 жылдан былай қарасаңыз,
Бізде керісінше даму құлап бара жатыр. Демек бұл жүйедегі үлкен проблема. Бізде жалпы жүйеде экономикалық үрдістер дұрыс қойылмай жатыр деген сөз. Мінекей сол үшін де осының тамырына балта шабады деп біз жаңа премьерді көріп отырмыз. Келіп отыр, енді осыдан үміт күтіп отыр. Яғни жаңа премьер бізге экономиканың жаңа моделін жасап беруге міндетті емес, менің ойымша. Бірақ ең болмаса ол сыбайлас жемқорлықтың жаңа жүйедегі олқылықтардың тамырына балта шауып берсе, соған да біз рахмет айтамыз. Мен өзім рахмет айтамын. Ал енді экономикалық модель неге жоқ? Экономикалық модель әлі болмайды. 2029 жылға дейін бағдарлама әзірленді, бірақ Қазақстан қандай экономика құрады? Қазақстан не өндіреді? Әлемге өзін қалай көрсетеді? Міне осы әлі де түсініксіз. Әлі де түсініксіз. Және де мына жерде мен сіздерге айтқым келеді, 2029 жылға дейін Қазақстан экономикасын екі еселейміз деді, президент 450 миллиард долларға жеткіземіз деді. Мынау графикті егер қарасаңыздар, доллар мынау ары бетте, мына жақта деңгеймен көрсетілген, мына жердегі қызыл график енді көрсетеді. 2005 жылдағы жалпы ішкі өнімнің өсуі, жалпы ішкі өнім деген бір жылда өндірген тауарлардың қызметтердің құны ғой. 2005 жылдағы бағамен есептеген кезде 2023 жылы қанша жалпы ішкі өнім болатынын көрсетеді. Қазір бізде 261 миллиард доллар болды деп айтамыз ғой. Қазақстан экономикасы 261 миллиард доллар көлемінде де. Бірақ та егер 2005 жылы бағамен есептесек, ол қараңыздаршы 170 миллиард долларға да жетпейтіндей болып тұр. Көрдіңіз бе? Демек 100 миллиард долларға қысқарады. Демек біз 261 миллиард бағалардың өсуімен ғана қамтамасыз етеміз. Тауарлардың бағасы өсіп кетті, сондықтан да біздің жалпы ішкі өніміміз өсіп отыр. Ал олай жасайтын болса, иә біз 450 миллиард доллар жасай саламыз. Бағалар да өсуі бар. Бағалар да өсе саламыз. Экономикамыз егесе 450 миллиард долларға жеттік дейміз. Бірақ ондай өсім бізге керек емес. Бізге сапалы өсім керек. Халықтың әлеуметтік жағдайы, өмір сүру сапасы, төлем қабілеті жақсару керек. Ал ол үшін бағаларды өсірмей, бізде нақты өндіріс даму керек. Нақты кәсіпкерлік даму керек. Сонда кәсіпкерлік экономиканың негізгі драйвері, күре тамыры. Кәсіпкерлік дамыса, экономика дамиды. Енді мына жерде қарасаңыздар, графикте бұл біздің экспортымыз. Не шығарып отырмыз? Қарасаңыздар, Қазақстанды мұнай газ елі ретінде таниды. Көрдіңіз бе? 48%. Мұныз кейін байқаған кезде шикізат беруші еліміз. Ал өндірісіміз қай жақта дегенде, қазір өндірісті айтамын, мына жақта импортымыз. Ал ең сатып аламыз десе, өте түрлі түсті көп затты біз әлемден сатып алып отырамыз. Және қай елдерден сатып аламыз? Ең аржағында екінші бағытына Ресейден 28%. Ресейден. Бұл өткен жылғы көрсеткіш. Ендігі жылғы көрсеткіш енді шығады. Қытайда 27%. Екеуі былай қатар-қатар отыр ғой. Бірақ осы жылдың қорытындысы бойынша Қытай біріншілікке шығады. Қазірдің өзінде 35%-ға жетіп жатыр. Енді жылдың аяғында одан да өседі. Демек Ресей қалып барады. Қытай біздің сырттан тауар таситын негізгі еліміз, партнер еліміз болып барады. Келесі, мынау жаңағы біз шикізатты өндіріп отырмыз, қарап отырсаңыздар, ал өндіріс деген қайсы? Осы жерде. Өндіріс деген мынау жерде тұрған кішкентай көк бай. Біздің өндірісіміз мынау. Ал мынау біздің шикізатымыз елге шығарып отырған әлемде. Өндірісіміз мынау. Ал оны үлкейтіп көрсетті міне. Бұл жерде не бар? Бұл жерде батарейкалар, трансформаторлар, яғни аккумуляторлар, кішкене осындай заттарды көбейіп болады. Сондықтан да өндіріске белгілі дәрежеде бізде акцент жасалу керек. Жай ғана шикізат шығара берсек, онда біз еліміздің экономикамызды дамытуға өте қиналамыз. Тура сол сияқты Ресейді қараңыз. Ресей экспортында өндірісі анау тұрған көп кішкене үлкен. Яғни бізге қарағанда бірақ жалпы жағдайы бізден алыс емес. Тура сол сияқты Индияны қарасаңыздар, Индияның өндірісі экспорты әр саласы қат-қабатпен дамып жатқанын көруге болады. Әр саласын дамытып алған. Не осындай елдерге қандай да бір дағдарыс ештеңе әсер ете алмайды. Өйткені мұнай бағасы түсіп жатса, олар өзге салалар арқылы елін көбейтіп дамуын береді. Ал мынау Норвегия. Норвегияда қарасаңыздар, тура осылай минералды ресурстар, мұнай мен газ көп. Бізге ұқсас дейді. Бірақ та азық қиыншылық болса да өзінің өте жақсы дамуына ие болып отыр.
Сондықтан да мен ойлаймын, Норвегияның үлгісін биік дәрежеде алу керек. Бірақ оны жасап өзіміздің ұлтымыздың экономикасының ерекшелігіне сәйкес отырып, біз өзіміздің ұлттық моделімізді қалыптастыруымыз керек. Келесі ұсыныстар. Осы ұсыныстарды мен өткен жылы айтқан болатын, кім өткен жыл санақ орында болды. Ол контрциклдік бюджет саясаты дедім, ақша несие саясатында өзгерістер керек деген. Тура осы екеуі президент осы жылы жолдауында қатты тоқталды. Осы жерде бізде үлкен проблемалар болып жатыр. Неге? Өйткені бизнесқа үлкен салықтар қойылып жатыр. Салық кодексін тоқтата тұрайық, кейінге қалдырайық деді. Сондай мәселе айтылып отыр. Және де ақша несие саясатына байланысты жаңа заң қабылдану керек, проценттер өте жоғары, проценттер төмендету керек деген мәселелер айтылып отыр. Демек, бұл мәселелер бүгінгі күнде ең өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Бизнес үшін арзан несиелер керек. Бизнес үшін жоғары салықтар болмау керек. Сол кезде бизнес дамиды. Және де сол бизнес елдің өркендеуіне үлес қосады. Және бизнес қауымдастықтар, құрметті жиналған қазақ кәсіпкерлері, менің осындағы айтпағым, біздің осы шараны өткізіп отырудағы негізгі шарамыз. Осы жерде өте көп коммунитилар бар. Даму құру, мысалға өзіңе күрес деген жақта тауып келіп отыр. Қаншама азаматтар бар, қаншама орталық бар, ниет деген қор бар. Барлығының орталығы өзімен өзі жиналып бірге дамуға кірісіп жатыр. Ендігі біздің мүддеміз үлкен бір кәсіпкерлік қауымдастығы, кәсіпкерлер қауымдастығы, қазақ тілді кәсіпкерлер. Сол кезде біз өз мүддемізді қорғай аламыз. Сол кезде біз белгілі дәрежеде ұсыныстарымызды дайындаламыз. Сол кезде біз жалпы кәсіпкерлерге ыңғайлы жағдайды жасай аламыз. Егер жалғыз болып жүрсек, онда біз өзіміздің үнімізді шығарамаймыз, және бізді ешкім тыңдамайды көп жағдайда. Сондықтан да қазақ кәсіпкерлері бір шаңырақтың астына бірігу керек деген ойлаймын. Алаш идеясына бағдарланған жаңа бағдарлама керек. Жаңа экономикалық модель қазақ ұлтының, қазақ бейнесін шығаратын, ұлттың ерекшелігін көрсететін экономикалық модель алаш идеясына енгізілу керек деген ойда айтып жүр. Неге? Өйткені бұл шын мәнінде бүкіл халықты рухтандырады. Бүкіл халықтың жүрегіне сенім ұялатады. Ондай кезде халық бір жұдырықтай жұмылады. Ал ондай кезде елдің экономикасы дамымай қоюы мүмкін емес. Сондықтан да Әлихан Бөкейхан бастаған Мэйдзи дейтін бір кезде жоба болған. Жапония елін 23 жылдың ішінде ауыл шаруашылығы елден өндіріссіз дамыған елге айналдырған. Тура сол сияқты Қазақстан экономикасында біз керемет өндірісі бар елде жасаймыз деген Мэйдзи жоспары болған. Бірақ та ол кезде кішкене айтқым келеді, 100% оны алуға да тағы болмайды. Неге? Өйткені ол кезде екінші өнеркәсіп революция жүріп жатқан әлемде. Ал қазір бізде төртінші өнеркәсіп революция. Бірақ та алаштықтардың идеясы мемлекетшіл. Олар елдің халықтың дамуын ойлады. Ол қазақ ұлтының болашағын ойлады. Егер де біз осы идеядан келіп, сол негізгі құндылықты пайдаланып, қазіргі төртінші өнеркәсіп революцияның заманынан ыңғайлап жаңа программа жасап шықса, онда соның аясында бүкіл қазақ ұлты бірге болады. Бұл енді менің көзқарасым, тағы да ойымды ортан керек, құрметті көпшілік. Менде уақытта сөйлемей, тағы да басқа спикерлер бар, бірақ мына слайдқа қараңыздар. Миллионерлер саны ең жылдам өсіп келе жатқан 12 ел. Әлем бойынша Қазақстан 3-ші орында. Меніңше өте жақсы көрсеткіш. Және де 2023 жыл болжам жасалған, осы арада 44 мыңнан 61 мыңға дейін 37%-ға дейін өсу мүмкіндіктері бар. Көрдіңіз ба? Демек, қазақтың жаңа байларын шығатын уақыты келді. Қазақтың жаңа байлары осы жерде отыр. Өйткені біздің рухымыз бір, идеямыз бір, еліміз дамыса дейміз. Неге мен өйтіп айтып жатырмын? Өткенде Әлекең айтып еді, кітап алған. Абай атамыздың 11-ші қара сөзінде. Осы бұзық байларды түзей алмай қойдым дейді. Сонда байлар бұзық болады, және жақсы байлар. Бұзық байлар біздің тегімізде емес, және ол біздің мүддемізге де, ұлттық болашағына да ойламайды. Бізге олар керек емес. Бүкіл Қазақстанға, бүкіл әлемге жақсылайыншы, бүкіл қазақ қандастарына
әлем бойынша жүрген, Еуропада жүрген, Америкада жүрген, Қытайда жүрген, бүкіл әлемде жүрген. Идея бір. Қазақ ұлты даму керек. Еліміз мықты елге айналу керек. Ұлтымыздың терезесі өзге елдермен тең түсу керек. Қазақтың жаңа байлары бүгінгі таңда пайда болу керек. Сөзіне адал, халқын елін ойлайтын, елін өркендетіп деп ойлайды. Және де ол азаматтар осы жерде отыр деп ойлайды. Және бұл форум сіздердің форумдарыңыз. Өздеріңізді бұл форумның қожайынымын деп санаңыздар. Бір-бірлеріңізбен бүгін араласыңыздар, танысыңыздар. Осы жерде өте көп синергия пайда болатынына сенімдімін. Өйткені бір адам жүрсе, жаяудың жалғыз шаңы шықпас. Идея біреу-ақ. Ал егер екі адам жүрсе, бірге бірді қоссақ, екі дейміз ғой. Бірақ екеуін қатар қойып тұрған кезде, ол бір ғой. Тура сол сияқты, тағы бір қойып қасына қоссақ, онда үшеу емес, ол 111 ғой. Осы жерде не бір мықты қазақтың көшбасшы азаматтары келіп отыр. Егер біз бірігетін болсақ, нақты мультипликативті эффект бұл. Соның әсерінде біз экономикамыз жаңа деңгейге шығаратын мықты идеялар туады деп есептеймін, құрметті достар. Өте тамаша. Тақырып тағы да шамалап берді. Шамалайық, рахмет. Келесі спикеріміз